Тексеру парағы дегеніміз не? Мысалы, сіз әдістемелік материал әзірлегеннен кейін оны платформаға жүктейсіз. Содан кейін материалыңыз модерацияға жіберіледі. Егер материал тексеру парағының белгілі бір тармағына сәйкес келмесе, онда бұл әзірлеме қабылданбайды және сізге ескертумен қайтарылады. Сондықтан тексеру парақтарының критерийлеріне назар аударамыз. Қазір біз осы әр тармақты толық қарастырып шығайық. Бірінші тармақ бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы. Бұл бөлімде материалға қойылатын заңнамалық талаптар көрсетілген және 7 негізгі тармақ бар. Егер сіздің материалыңыз мысалы бірде бір тармағы бойынша қабылданбаса, сапа критерийлері бетіне өтіп, бірде бір тармағын басу арқылы толық түсініктеме ала аласыз. Екінші тармақ бұл әдістемелік құндылық. Бұл жерде 5 қосымша тармақ жинақталған. 2-де 1 тармағы бұл жерде материалдағы грамматикалық, лексикалық және басқа да қателіктер туралы жазылған. Мұндай қателіктер әзірлемелерде болмауы тиіс. 2-де 2 тармағы материалыңыз таңдаған жас ерекшелігімен тақырыпқа сәйкес болу керектігі туралы жазылған. 2-де 3 тармағы мазмұн мен суреттерде пәндік, фактілік және әдістемелік қателіктері болмауы туралы жазылған. 2-де 4 тармағы егер әзірлемеңізде тапсырмалар болса, онда соңғы бетте олардың жауаптары немесе бағалау критерийлері болуы керек. 2-де 5 тармағында құқықтарды беру кезінде материалдың мазмұнына қойылатын талаптардың сақталуы туралы жазылған. 3-ші тармаққа назар аударайық. Бұл мазмұн мен жариялау ерекшеліктері. Бұл жерде әзірлемені платформада жариялаған кезде, жүктеген кезде, сипаттамасына, мұқабасына, материалдың атауына назар аударамыз және құрамдас материалдарға да назар аударамыз. Мысалы, сипаттама әзірлемені сайтқа жүктеген кезде материал толық және нақты сипатталуы тиіс. Бүгінде символдар, смайликтер, тым көплік белгілері немесе сұрақ белгілері болмауы тиіс. Тек сілтеме қосатын болсаңыз, онда осы тек материалға қатысты инфолесын маркетплейсінде басқа жұмыстарыңызға 7-8 сілтемені қосуға болады. Мұқабаға назар аударамыз. Мұқаба сайт талаптарына сәйкес болу қажет. Әзірлеменің мазмұны осы мұқабада анық көрінуі керек және авторлық құқықтар бұзылмауы тиіс. Материалдың атауына да назар аударамыз. Атауы түсінікті, әрі нақты жазылуы керек. Бүгінде символдар, смайликтерге жол берілмейді. Құрамдас материалдарға назар аударамыз. Егер сіз ойын, лепбук және кешенді сабақ жүктесеңіз, барлық қажетті нұсқаулықтар мен элементтерді файлға қосу қажет. Мысалы, конспект жасайтын болсаңыз, және конспекттің сипаттамасында немесе ішінде презентацияны қараңыз және жаднаманы оқыңыз деп жазылып тұрса, онда осы ақпарат конспекттің өзінде де қамтылуы керек. Егер ойын жасайтын болсаңыз, дидактикалық ойын, онда осы ойынға қатысты нұсқаулықтар және ойынға қажетті материалдардың тізімі де берілуі тиіс. 4-ші тармақ жарнама туралы. Яғни материалдарда келесі элементтерді қосуға тыйым салынған. Бұл компаниялардың, ұйымдардың логотиптері, атаулары, бағдарламалардың атаулары, немесе интерфейсінің суреттері, әлеуметтік желілердің белгішелері, немесе сілтемелері, фильмдердің, ойындардың, мультфильмдердің атаулары, немесе кейіпкерлері. Сонымен қатар сутаңбаларды да енгізуге болмайды. Бұл ақпарат коммерциялық мақсатта қолдануға тыйым салынған. Сонымен қатар жеке мәліметтерді де өзіңіздің жеке мәліметтеріңізбен және басқа жүйелерге сілтемелерді қосуға тыйым салынған. 5-ші тармақ бұл материалдарды дұрыс безендіру туралы. Бұл жерде беттеу және типографиялық ережелеріне назар аударамыз. Яғни материалдар стандартты типографика және беттеу ережелеріне сәйкес болуы тиіс. Иллюстрациялар сапасын да тексереміз. Яғни материалдағы суреттердің сапасы жоғары болу керек және осы мазмұнына сәйкес келуі керек. Суреттер бұлыңғыр болмауы керек, пиксельсіз және бұрмаланбаған, созылмаған болуы тиіс. Бет әлпетсіз адамдардың суретін қолдануға болмайды. Және барлық иллюстрацияларыңыз бір стильде жасалуы керек. Суреттің артқы жағында шахматтық фон болса, ондай
суретті қолдануға болмайды. Немесе суреттің үстінде су таңбалар болса, немесе тауар белгілері, сауда белгілері болса, онда ондай суреттерде қолдануға тыйым салынған. Егер тапсырмаға арналған иллюстрация болатын болса, бірақ бұл иллюстрацияның мәні айқын көрінбейтін болса, мұндай суретті де қолдануға тыйым салынған. Енді 5-3 тармағына назар аударайық. Құқықтарды беру кезінде материалда инфолесн логотипі болу тиіс. Оны табу үшін 5-3 тармағына басыңыз, сонда сіз логотипті жүктеу бетіне өтесіз. 6-шы тармақ бұл мультимедиялық және интерактивті элементтердің дұрыс жұмыс істеуі туралы. Мысалы, сіз интерактивті презентация дайындайтын болсаңыз, онда барлық анимациялар, батырмалар дұрыс жұмыс істеуі тиіс. Аудио және бейне роликтерде дыбыспен бейне сапасы жоғары болу керек, тұрақты бейнемен анық дыбыс қамтамасыз етілуі тиіс. Презентацияларда жасырын слайдтар болмауы керек. Және барлық жүктелген материалдар дұрыс ашылуы керек. Өйткені кейде конвертациядан кейін кейбір материалдар дұрыс ашылмауы мүмкін. Модераторлар және сатып алушылар мұндай файлдарды аша алмайды. Сондықтан олар авторларға қайта өңдеуге жіберіледі. 7-ші тармақ бұл өңделетін файлдар туралы. Егер материалдардың түрі қажет етсе, талап етсе, 2 форматтағы файл ұсынуы тиіс. Біріншісі бұл өңделмейтін файл, мысалы PDF, екіншісі өңделетін файл, мысалы PTTX Docs форматында. Толық ақпаратты осы тармақта оқи аласыз. Сапалы материалдар жасау үшін сапа критерийлерімен мұқият танысыңыз. Материалды жүктеген кезде оның сипаттамасына және мұқабасына назар аударыңыз. Сіздердің материалдарыңызды күтеміз, ал біздің видеомыз, бейнеролигіміз аяқталды. Модерациядан сәтті өтулеріңізге тілектеспіз. Сау болыңыз.